Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім. Мен өзімнің қолданып жатқан, ем болып жатқан жағдайларым бар. Осы жағдайды мен сіздерге көрсетіп, сіздер де осындай ауыратын жерлеріңіз болса, емделуге болатындығын айтайын деп отырмын. Міне, мен былтырдан бері қарай осы тәсілдерді қолданып жүрмін. Соның арқасында мен тіптен былтыр ойлағанмын, аяғымды операцияға апарам, немді кестіруге деп ойлаған едім. Бірақ мен бармадым. Себебі мен осы тәсілдердің бәрін қолданып, қазіргі кезде менің аяғымда, жамбасымда ауырғанын бәрі қойып, қазір жақсы болған жағдайым бар. Оның үстіне тағы менің қан қысымым өте жоғары болатын. 200-220-ға көтеріліп кеткенде жағдайлар болды. Бірақ мен осының арқасында қазір міне 1 жыл болып қалды. Аяғымда қойды. Менің қан қысымым орнына қалпына келіп, қазір бір қалыпта болып жатырған жайы бар. Мынау айтайын дегенім сіздерге, мынау асқабақтың дәні және мынау кәдімгі біздің грек жаңғағы дейміз ғой. Осы екі дәнді мынау майдалағышпенен жақсылап тұрып ұнтақтап майдалап аласыздар. Осыны майдалап алғаннан кейін мынандай майда да болады олардың. Мынандай ұнтақ болады. Осы ұнтақты сіздер осылай ұнтақтап аласыздар да, осыдан майдалап, оны былай әселменен, балмен араластырасыздар. Таза балмен араластырып, домалақтап, конфет құсатып қоясыздар. Осыны күніге 3 мезгіл, азанда, түсте, кешке 3 мезгіл қолданасыздар. Жылы суменен ұрттап отырып, жайлап, сорып ішесіздер. Бұның емдік несі өте керемет. Және бұның енді айтайын тағы бір жағдайлары, ер адамдарға простатит, аденоидқа өте жақсы несі бар, көмегі бар екен, оны да байқадық. Және менің өзімде мынау көкірек безінде мастопатия дейді, мастопатиям бар еді. Мен өткенде УЗИға түсіп тексерілдім. Қазір ол бұрынғыдан өлшемі кішірейіп, майдаланған. Бірақ мен осыларды әлі қолданамын. Бірақ мен қоймаймын, осыны қолдана беремін. Осының арқасында менің қазір иммунитетім де, барлық жағдайым жақсарып жатыр. Бір осы манан тоқтап қалмау керек. Осы нелермен тоқтап қалмастан спортпен де айналысу керек. Мынау аяғы әсіресе аяғы ауыратындар, мысалы мен осыны қолданғаннан кейін күніге 10 километр, 10 шақырым жерге